Seni. Молдеке қойшы. Жағаны қалады ғой Молдекеңнің. Қашан кіріп кеткенсің үйге? Ой, жаңа кіріп кеткенбіз дәрет алатқан кезде. Сен Жаныңыз қалмады ғой Молдеке? Мен сізді кәдімгідей біраз адамға жүрек жұтқан деп айтып жүрмін ғой адамдарға. Жоқ, енді бір аяқ астынан сондай бір эйфория дей ма, бір сондай басқаша бір сезім болды. Үйде бір өзімді кітап оқып отқан қарасам. Аяқ аса светті өшіп, дауыстар шығып. Қандай эйфория кәдімгі? Роберто Карлос ұқсап жүгіріп кеттіңіз ғой? Әлсіздіктен. Адам баласы әлсіздігімен сұлу бақыр. Ой, сон кәдім андай сұлу жеткізбейді жар. Сен де ебіл-дебіл болып жүгірдіңіз ғой, бір жіп. Так, бауырым, облыстық сестен келіп тұрмыз. Қазір ауру малдың еттері көп сатылып жатыр деген хабар келді. Одан қалса мына орында Расайдың құжаттарын көрсет бізге. Ертең келіңдер жігіттер, мен қазір кетіп барадым ғой. Жоқ, қазір көруіміз керек. Түн жарымда сес дегеніміз. Құжаттарын көрсет жалпы. Құжат жоқ менде ешқандай Расай. Неге жоқ? Атың кім сенің жалпы? Күзембай атым. Күзембай, жалпы мына орын жабамыз. Не үшін? Болмаса құжаттарын көрсет. Мен 20 жылдан асып кетті ғой, шыр етпен айналысып жатқанына бәрі біледі ғой. Одан асып қандай құжат керек? Бізге ол дәлел емес. Жабамыз, болмаса құжаттарын көрсет. Сендер жайма түн жарымда жігіттер? Сен көп сөйлейді екенсің, бауырым. Жақындамаңдар, шабам, Қазір өзі тагитак тұрақталмай жатыр ештеңе. Мына жерді жабамыз, бауырым, кілттерін дайын. Шабам деймін, Кілттер. Мына ішінде еттеріңнің ақшасын ертең береміз. Шаба салам мені. Шықсай. Айтыш. Ешкім бұған дейін құжат сұрамаған ғой, жігіттер. Болмайды ғой, баса көкті, түн жарымда. Солай кет. Қалай кіріп кеттің ей? Ой, сіз ана дәрет алатқан кезде мен кіріп кеттім ғой. Қоймайсың, пақыр, қоймайсың. Жаңа терезеден қарадым қандай кітап оқып жатсыз? Шаханов қой. Мұхтар Шаханов. Қараш, бүйтеді. Жаңа соны оқып отқан ғой? Бүйтеді. Адалдық жайында айтып отыр ғой. Тоқырау білмес айбыны дейді. Адалдық деген әлемнің ұлы байлығы дейді. Бетіне жиған ар ұятпен әйтсе де ол бір кінәмшіл бала сияқты дейді. Қараш, адалдықты неге теңеп тұр? Кінәмшіл бала сияқты дейді. Тірлікте сол баланы өкпелететіндер бар да, жұбататындар бар. Жек көретіндер бар да, ұнататындар бар. Арын сатып қорлайтындар бар да, жанын сатып қорғайтындар бар дейді. Қиналып бекер алаңдадың-ау, ойыңды шығар өріске дейді. Өзіңе қайтшы ғаламда мынау, жеңудің бәрі жеңіс бе дейді. Қалай айтады, Мұхтар Шаханов? Жақындамаңдар, шабам дей бергеніңіз, іште тұрып алып. Көріп тұрсың, сырттан тындырып отырға тірліктерін бәрін. Кеп көмектеспейсің ба? Көмектесеміз деп келдік қой. Көмектескің келсе кеп шаппайсың ба біреуін? Сасып қалып аяқ астынан. Сасып қалып. Бақыр мен Молдекең айт енді. Не деп айт? Жақындамаңдар, шабам деп айт. Ой, Молдекең танымайтын адам жоқ. Ана балта өзің кім еді? Балтаны қоя берші. Соны ақ қалу керек еді. Қойшы. Мынау енді біраз ескі жүйелерді жаңартып, бәрін мына сіздердің игіліктеріңізге жұмсаймыз ба деп отырмыз енді. Құдай қаласа, бұйырса мен сайлансам, осының барлығын жасап беретін болам. Соны нақты айтшы, братан. Осындай газетке жазған тілмен айтып кетіп қаласыңдар. Нақты айтсаңдаршы, мынау болады, мынау болмайды деп. Дұрыс па? Жоқ, енді тоқтаңыздар, енді мен айтайын да енді. Аяғына дейін айтайын мен сөзімді. Сіздер бөліп енді. Міне қараңыздар. Оның нақты айтатын несі бар? Қараңыз, міне. Мысалы, ауылға монша жасап береміз біз. Әйелдерге бөлек, ерлерге бөлек. 5 пары болады. Қара, финский, русский, ханский, түрік хамамы, пилинг, массаж бәрі болады. Пилингті өзіңіз жасайсыз ба сосын? Именно саған мен өзім істеймін. Массажмен қосып. Басым, қату жоқ жеңіс. Менде де сондай болып жүрсе.
Сенікі жайша? Махаббат деген бір түрлі әлсіз сезімдермен қинайтын сезім екенше. Соған бола ма басың қашып жүрген? Иә. Сен мен айтсай сен мен. Бүкіл ауылдың сиырларын сен ұрладың деп маған жала жауып. Ой, Үш құса болып жүрмін мен дәрге, білесің ба сен соны? Жер тарқататын адам жоқ қазір. не болды? Жылап жібердің ғой тура. Мен жемеген самсама ақша төлеп жүрмін да енді. Мойған жігітке жараспайды деп еңіреп жібергенді айтамын да сен. Сен онда бар ғой, Молдекеңе барып, ішіңдегінің бәрін айт. Мен осындай кездерде Молдекеңмен барып ақылдасам. Қойш? Рахаттанып қаласың. Қалайсың? Жақсы. Саған айтатын бір маңызды әңгіме бар еді. Не айта беріңіз? Жаңа заттарды үйге жеткізіп алайық, сосын айтамын. Үйге жеткесін бірден үйге кіріп кетемін ғой мен. Тал түсте есік алдында сөйлесіп тұрамын ғой. Жоқ, ондай тұрып қалатындай көп әңгіме емес. Қысқанан үйге кіргізіп тастайық затты, сосын айтамын, иә? Көке, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Амансыздар ма? Ассалаумағалейкум. Амансыздар ма? Үйштерің аманшылық па? Жақсы, рахмет аға. Дендерің саулық. Жақсы, шүкір. Жарыс қашан? Қандай жарыс аға? Ит жарыста. Көке, қатырасында өлтіреді осындай әңгімелер бар ма? Ай, боксты айтам боксты. Бокс бұйырса аптан ая жолға шығам аға. Алла құда қаласа әйтеуір жеңіспен оралуына тілектеспіз. Құдай қаласа. Тілекке рахмет. Сосын анау Әселді қарындасындай сыйла. Артық ой түсіңе де көрінші болмасын. Жоқ аға. Аппаз бір сөйлейді. Аппаз бір сөйлейді деп. Сен де ана қызбен амандаса сағаныңды айтам да, Нең бар, сөйлесуім керек болды. Және ауылдың шетіне үлкен қылып тойхана саламыз. Да кел. Қараш ма? Меніңше жеке пландарымды алып кепсің ғой сен. Басың істей ма? Халық игілігі үшін жасаймыз дегендерді берсе анау. Онда ешнәрсе жазған жоқпыз ғой біз. Ондай жазбадық па? Жоқ, біздің мақсатымыз мүлдем бөлек болды ғой. Менде бір сұрақ. Жер мәселесін не қылатын болдыңыздар? Қандай жер? Жайылатын жер, мал жайылын. Мал жайылатын жер жоқ кәдімгідей. Ақшасы барлардың барлығы сатып алғандағыны қауын еккен, мақта егіп тастаған. Соны түсінбеймін, осы жердің бәрін кім сатып жүрген? Соны айтамын ғой, мал дегенің жайылып, кеңшілікте жүру керек қой. Атам заманда мал бағып, егін егіп жүрген жер еді ғой. Аяқ асты ес табыла кетті. Тышатын жер таппай қалдық қой, бәрі сатылып кеткен. Саған тышатын жер керек па? Бізге мал жайылатын жер керек. Артық кетпеңіз. Үй жаққа кеп түшіп кетсей? Шошқа, сен есің дұрыс па? Моншаң не? Тойханаң не? Ұят екенін білесің ба? Қаншама халық жинап алып? Енді сіз де сәл ойланбайсыз ба? Не жазып берсем соны оқиын. Мен оны жазба дедім мен саған. Қағаздардың барлығын жина. Сайлауға қатыспаймыз. Әйтпесе өзіміздің көтімізді өзіміз ашайын тұрық. Тезіп топ қалдың ба? Шешіп атым. Сәлер қап қойшы сосын. Таныстырма. Айтпақшы, ертең пенсияға алайын деп отырмын. Сен кәдім базардан көлек алатын адам ұқсап айта салдың ба маған? Саған сенім қалмады ғой вообще? Үйді айтпасаңыз, арбаның алдыңғы дөңгелегі қайда жүрсе, артыңғы дөңгелегі сонда жүреді дейді. Адам ұқсап, алайын деп отырмын. Сен менің артымнан жүрсең, бір әйелмен қалатын ең ғой? Байландық па? Майланып. Қақтырым деймін, майын ауыстырды, жаман ұрысыңыз бар. Ассалаумағалейкум жігіттер. Уалейкум ассалам. Мына машинаға келгенсің кім? Естіп па? Ана кеше қырдан мал жоғалғанда осы машина 2-3 күн жүріпті ғой, сөйтіп айтып жатыр олар. Бажамдікі ғой бұл. Сайлау ма? Иә. Ол сайлау ондай жігіт сияқты емес еді ғой? Соны айтамын ғой, ондай жігіт емес ау. Оны әбеке сайлаудың өзіне тапсыр. Не аласың, басың бәлеге тап. Өзіне тапсыр, бер жібер. Жақсы. Түн жарымда қандай тексеру ол? Сол мен де өзім зорға ұстадым ғой сол. Босанып кетпең. Босанып кетпең несі?
Жоқ, өзім зорға ұстадым деп тұрсың ғой. Ана босанып кеткен бұзауды ұстап алу қиын ғой. Пақыр ол әзіл айтып алып оны түсіндіріп тұратынды қойшы өтпей қалғаннан кейін тастаса қойсын. Қалжың ысырап болмасын деп алған да. Бос әңгіме керек жоқ Пақыр. Мен де сол бос әңгіме болып кеттім, маған бәрі деп ойлап отырмын. В общем, ол деген ана екеу жанында дәу екі несін ертіп алған ғой жаңағы. Не еді аты? Торпедаларын. Сөйтіп аналар деді, балтамен шабан ба деген ойымша. Сен өзін әрең ұстадым, айтшы көзе. Не айтып тұрсың, Сыдық көзін бақырайтып қойып. Қолыңа балтаны ұстап, айдаладан айқайлап тұрдың ғой, жақындамаңдар шабам деп, үй жағыңнан. Олар саған жақындағанда жоқ қой. Мен жоқ кезде не болады мына әңгіме? Сонда бұның артында кім тұр деп ойлайсыз, Молдеке? Соны білмей тұрмын мен ша. Үстеріне не киіп алған? Үстеріне ана ортадағысы, главный, костюм шалбар киіп алған. Ақ рубашка үстінде, сосын андай бір ортасы сары, жан-жағы гүл бар ғой, гүл. Ромашка. Иә, ромашка түскен майка киіп алған ішінен. Аяғында лакированный қоңыр туфли болды. Жоқ, лакированный емес, кәдімгі туфли болды, қоңыр бірақ. Сыдық лакированный болды ғой, лакированный жылтырап тұр. Түрімді көрдің ғой туфлиінен. Жоқ, күзя, кроссовка болды ғой, ақ Adidas деген кроссовка болды. Ой, Сыдық, ақ Adidas деген мына беттегі тұрғанда болды, құлағы түшпара болып кеткенше, Montana деген спортивка киіп. Мына бет не ма, орыс сияқтысында? Жоқ, орыс сияқтысында Reebok деген спортивка болды. Ода анаусы ма, ода Nike деген болды кроссовкасы, мен білем ғой, көрдім. Жоқ, ода Rita деген болды кроссовка. Nike деген болған жоқ ода. Не осы ана лакированный емес? Ой, менің алдымда тұрды ғой, сен айдалада тұрдың ғой. Сендер не қылдыңдар? Киімдеріне қарап тұрдыңдар ма, сонда сорлы адам ұқсап? Енді сол ойлап тұр ғой, екеуі әйелдер ұқсап, тек киімін зерттеген болып тұр ғой. Ол деген аналар бірақ басқаша киініп келді ғой. Қарайтындай. Еркекше сөйлеспейсіңдер ма? Оны қойшы, үйтпейсіңдер ма, бүйтпейсіңдер ма деген ал мұсылман сөз емес, Пақыр. Бұдан кейін не істейтіміз ойлан сен. Сен бүйт, кеше қағаздарды алып кел. Қай қағаз? Әжетхананың қағазы. Кеше складтың қағаздар, соны алып кел, мейрамхан ақсағалап беріп кеттік та, сосын базарға өтейік екеуміз. Көзе сен өзің ештеңе істеме. Ama ешкімге айтпай ақ қойса, милицияға салмай ақ қойса, біз Пақыр екеуміз көрейік, оның артында кім тұр, қалай не айтып жүр олар. Сосын барып айтамыз саған. Не болған? Рахмет. Кеттік қой. Шықсаңдар, үйде боласың. Бүгін ханым істеп отырып ма? Алып бересің. Сиырларынан не жаңалық болып жатыр? Кеше ана ала сиыр хабарласқан, бәрі жақсы деп жатыр әйтеуір. Мен әзілдесіп тұрған жоқпын. Пақыр, ауылдан не жаңалық? Ауыл дүрлігіп жатыр ата. Бәрі сиыр іздеп, мал қайғысы, жан қайғысы деп. Еще балгерлер хит дейді ауылда. 6 балгер бар екен ауылда, білмейді екенбіз ғой. 6 түрлі нәрсе айтып бітішіп жатыр. Ана Қасым дейтін бәле бар ғой, содан ауырып, кәдімгі давлениесі көтеріп, орнына кеше зорға тұр. Оларға сенбеңдер. Онсыз дақ ми ашып жүрген адамдардың бәрін мияны ашты жатыр олар. Милициялар не деп жатыр? Милицияларының өз кеше сол мынау Талғат балгердің үйінен шығып келе жатыр еді ғой. Мынау ата кешегі сіз айтқан неге бардық біз складқа. Сода мынау екі қағаз таптық. Осы біздің неге қатысты екен бәрі біздің ауыл шаруашылықтағы құжаттар. Өзіңіз қалай? Денсаулық сыр беріп жатқан жоқ па? Кеше сыр берген. Бүгін колбаса беріп қалатын жар. Ертең нан берсе ар күні бутерброд жей дегенбіз ғой онда, Қос. Пақыр, бутерброд. Мен әзілдеріңізге түйіліп қалдым. Бутерброд жей алмаймын ау деймін. Нағыз ғой, колбаса деп. Қас не батқан. Анау Жақып сайлауға түсті дей ма? Кеше әкім болып ауылға монша салам дейді ғой. Құммен шомыламыз бұйыртса. Ол бала аталарың өлгелі өзі не істеп жүргенін білмейді, түсінбей жүр өзі. Кешегі жүрісіне қарасаң, не істеп жүрген, түсінбей жүрген адам ұқсамайды ғой. Теге, басыгым, атсаң. Тиді ма? Тиді ау? Тиді. Қаяғына түсі. Тиді, негіз тиді. Тиді ма? Тиді. Мен атқан кезде дәл маңдайына тигізім. Құлап баратқан көрдім. Негізі ол бар ғой судың ортасына құлады.
ит болғанда ит алып шығатын еді. Мен саған 1000 рет айттым, итті алып шық деп. Итсің ғой таза. Итіңіз бір кісі болып кетті ғой. Ұстайын десем ұстатпайды ғой. Иттің боғы дәрі болса дарияға түседі дегендей. Ей, ол итке арналмаған мақал ол. Енді кімге арналған? Сендейлерге арналған мақал ол. Итсің ғой таза. Адам ит қылып. Жәке. Қоймайсыздар. Жақсы тигізіңіз. Үркіп тұр ғой. Сізден біраз адам үркейді. Атың не? Адамдар үркейді моғын ғой. Қазір. Ұсташма. Жақсы тигізіңіз. Атамның школасы ғой. Ана жақтан. Көріп кел жатыр ол бүйтіп барып құлады ғой кәдімгі. Қанат істемей қалды ғой, көрдің ба? Ол тигеннен кейін жер істемей қалды. Тек қана қанат емес. Бірақ тереңге түсті. Тереңге түсті. Сон. Ерінбей шешініп суға жүзіп барып алмадың ба? Дүние десе өлетінен ғой. Баяда білесің ба осы неде жүріп? Ақтауда жүріп. Тұманда адасып кетіп, зорға тауып қой. Ойбай, кәдімгі қолымды соссам, мына қолымның бүйтіп ұшын көрмеймін ғой. Бір жерде айналып жүре бергенмін ғой бұл былай 7 сағат бойы. Білмеймін, әйтеуір таңда азанда кеттік, сен түнде кеткесін. Түнде кетіп қалдым. Ертесінде кешке зорға тауып едік қой. Иә. Бекер тапқасыңдар ғой соны. Құралайды көзі қатқан мергенмін деп қоймайды ғой. Сөйтті де Сәбиттің қоразының көзіне тигізем деп басын шашып жіберіп едім ғой, есіңде ме? Дұрыс істемей қалды сол негізі. Ол дұрыс тисе де басы шашылып кетеді ғой. Тауықтың не басы бар дейсің, мынандай ақ қой. Сен қозғалып кетті да бүйтіп басына тиді ғой, көзін көздеген негізі. Жаман қырсық ем ғой жағы. Әлі де қырсық қой бұл әлі. Пақыр, жақтырмасаң бірден бетіме айтсайшы. Не болды бағана бері қысырылсып, кәдімгі қандай тілеп тұрып сөйлеп тұрсың ғой маған тіліңде. Жәке, жақсы онда. Кеттік пақыры. Қанжыға майлана берсін. Аумин. Жақсы оқпайды. Тигізіп атайық, тигізіп. Ана Жақыптың көзінше жылы-жылы сөйлеп, мүләйімсіз тұрса алдында. Жабылып ұру керек еді оны. Пақыр, бізде қазір нақты дәлел де жоқ, нақты дәйек те жоқ. Негізсіз күдік өтірік дейді. Жоқ, оны білесіз ғой, ауылдың мүлкін жеп, түгел ауылды жеп жүрген. Пақыр, адам қателесуі мүмкін. Алланың құлдары қателесуі мүмкін, осыны ұмытпа. Олардың істеп жүрген қателіктері үшін жек көріп кетуге болмайды. Түсінер, қайтар бір күні. Қойыңыз сізді. Тамам, көп жұмсақтық қыласыз да осындай жерлерде. Зұлымдықты мейіріммен ғана жеңуге болады. Зұлымдықты мейіріммен ғана жеңуге болады. Итте болса ол менің көкем. Бала күннен бірге өскен. Айтатын шығар. Ауылда өстім шағына аула беркелеп, ұядан ұштым қанатым қатты ертерек. Қалаға келдім бақытым күтіп тұрғандай, армандар асқан қиялдар қилы жетелеп. Керемет қала әсемде зәулім